Всем здравствуйте! Сегодня мы с вами пройдем тему личное местоимение в обвинительном падеже. В прошлый раз мы с вами уже рассмотрели притяжательные местоимения в обвинительном падеже, прилагательные в обвинительном падеже. Сегодня очередь дошла до личных местоимений. Бүгін біздер сіздерменен бетлік алмасқыларының обвинительный падежде өзгеруін көріп шығамыз. Өткен сабақтарда біздер сіздерменен тартым алмасқылары һәм келбетліклердің обвинительный падеждегі аталықтар менен өзгеруін көріп шықтық. Бүгін нәубет бетлік алмасқыларына жетіп келді. Так, кто? Кім? Я, мен, кого? Кого деген сұрау қандай болып переводланады? Кімді? Яғни, кімді деген сұрауға жауап берген кезінде қарақалпақ тілінде мен деген алмасы қандай өзгереді? Кімді? Мені. Демек, рус тілінде мені деп айта жақ болсаңыз, меня. Ты, тебя, сен, сені, он, его, ол, оны, она, ее, ол, оны, оно, средний родтағы атауларға сілтеміз, ол, оны. Бар берген болсаңыз, мужской родтағы, средний родтағы бетлік алмасқылар бірдей өзгерді. Әмме септілікте бірдей өзгереді. Соны есімізден шығармаймыз. Так, бұл жерде мужской род, женский род һәм средний родтағы атауларға сілтеміз. Мы, біздер, нас, біздерді. Вы, сіздер, вас, сіздерді. Они, олар, их, оларды. Әмеміз енді көп естеміз, һәм өздеріміз сілтеміз. Я тебя люблю деген сөз сілтеміз. Я тебя люблю. Жақынларымызға, ата-анамызға, балаларымызға айтамыз. Я тебя люблю. Мен сені жақсы көремін. Міне, я тебя люблю. Енді негізінде бұл алмасқылар қиын емес, бірақ осы темаға тиесілі, осы темаға қатынасы бар болған момент бар. Есть момент, который связан с личными местоимениями в обвинительном падеже. Это мы должны обязательно рассмотреть. Личные местоимения в обвинительном падеже несложные, их просто надо выучить, и их мы часто слышим и используем. Так, теперь личные местоимения, когда же еще в каких случаях используются? Как тебя зовут? Сенің атың кім деп переводлаймыз қарапақ тілінде. Бірақ сөзді переводласақ қалай сені шақырады. Зовут деген олар шақырады болып, олар үшінші бет көпілік санға түсіп тұрыпты мәхәлге. Бірақ сөз переводласа қалай сені шақырады. Енді мен жауап бере жақпын. Меня зовут Раушан. Біздер соны қайтып переводлаймыз. Менің атым Раушан дейміз. Негізінде олай емес. Сөз переводласақ рус тілінде мені шақырады Раушан деп болып тұрыпты. Соның үшін не айта жақпан? Кімніңдір атын айта жақ болсаңыз, ямасы сұрай жақ болсаңыз, сол адамды обвинительный падежге түсіруіңіз керек. Атын емес, сол адам сіздерге қандай қатынаста, соған қарап. Мәселен, ажағамның аты, қоңсымның аты, оқушымның аты, баламның аты дей жақсыз. Осы жерде баламның, қоңсымның, ажағамның деген сөздерді біздер обвинительный падежге қойып айтуымыз керек. Себебі зовут деген фейл соны талап етеді. Как зовут брата? Қалай шақырады ажағаңды? Брата зовут Парахат. Ажағамды шақырады Парахат деп. Негізінде қарапақ тілінде айтамыз, ажағамның аты Парахат деп. Как зовут маму? Мамаңның аты кім? Маму зовут Хурзия. Мамамның аты Хурзия. Сөз переводласа, мамамды шақырады Хурзия деп айтамыз. Енді, осы жерде оқушыларында сұрау туылады. Бар берген болсаңыз, жанлы атылықлардың атын сұрап қойыппыз. Жансыз атылықлардың атларын қалай сұраймыз? Оған обвинительный падеждің ешқандай қатынасы жоқ, тек темаға байланысты болған үшін беріп атырман. Бұл жерде как называется болады. Қалай аталады? Как называется-дан кейін қалеген атылыңызды қойып кете аласыз.
Как называется фирма? Как называется книга? Как называется, например, школа? Деймәле. И және бір ітбарыңызды қаратқым келетұғын момент. Мына жерде қара, мен тек брата, маму дедім, я. Қалеген алмасыңызды, келбетлеріңізді қойып аласыз. Как зовут, например, мына жерге старшего брата десеңіз болады. Старшего брата. Яғни өзіңнен үлкен ашағаңның аты кім. Мына жерде как зовут твою маму? Бұл жерде алмасық істетті мәселен. Сенің мамаңның аты кім? Деп. Ондай уақытында жауапта істетесіз. Мою маму зовут Гүрзия. Старшего брата зовут Парахат деп. Қызық, я? Рус тілінде сондай қызық моментлер көп. Яғни, рус тілі менен қарақалпақ тілін салыстырсақ, рус тілінде турдан-туры перевод бола бермейді. Һәм, құрметті тыңдаушыларым, мені күзетіп барушылар, рус тілін үйреніп отырғанда именно осындай моментлерге ітібарыңызды қаратуыңызды сұраймын. Себебі басқа жағдайларда прямой перевод бола береді, турдан-туры перевод. Осындай моментлерді сіздер еслеп қалуыңыз керек болады. Себебі бұл турдан-туры перевод болмайды. Һәм переводлаған кезіңізде логикаға ешқандай тур келе бермейді һәмме уақытта. Бүгінгі темамыз қызық болған болса, лайк басамыз, репост қыламыз, сұрауларыңыз болса комментарийда қалдырасыз. Һәм темалардың астында тапсырмалар беріп баруға харекет етемін. Сол тапсырмаларды обязательно орындауға харекет етің. Бүгінгі темамыз сонымен тамам. До свидания.